мүмкін ғой. Базар туралы мен бір таңғалғаным, шынымен де тыңға тіреушілердің тың тақырып базарына атын атап түрін түстеп жаңағы қаузалып жатқан тіпті алғашқы абайтанушы Зейнеда Ғабиден Ибн Әміре Омскийден бастап нүктесі қойылмайды ғой енді Қасым Аманжолдың анық абай проектісі шықты көрінеді дұрыс Нұршан Шапайдың сценарийінен жұмбақ жағы өз алдына сосын бір Айқын Нұрқаттың абайдың ақындық дәстүрі абайдың фәлсафалық дүниетанымы ғарифолла есімнің хакимі бірінде де базаралы атанбайды неге өйткенде жаңа дұрыс айттыңыздар ермек ағам дұрыс айтып отыр топтың ішіндегі Робин Гуда ол сөзді Құдайберген Жұбанов айтқан екен Құдайберген абайды жалпы дамытып тектес адам дейді Әсемпасбол Мәрнегенің үшінші шумағы былай келеді ғой бастапқы екеу соңғысыз біте қылса қазаққа алды жалын арты бұз барар едің қай жаққа бұл не сөз ол неге бастапқы екеу соңғысыз қазаққа біте қалады оның неге алдымыз алды жалынды артымыз ол ненің метафорасы мен дейсіз ғой сөйтсек бұл атақты Данте Алигьеридің тамуы анау атақты Беатричені іздеп жүрген 9 кругов ады соның бір көрінісі анау Беатричені іздеп жүреді ғой кейіпкері үш проводнигі Гетенің Юда Коряк сосын барып жаңағы атақты Инаиданың авторы Вергилий ана абайда осы несінде Әсемпасбол Мәрнеге деген толғамында ол өзі жоқ 5-ші сыныптың бағдарламасында жүр оның 5-ші сыныптың бағдарламасы тұрмақ ол 5-ші курстың студенті түсіне алмайды демек ол анау жаһаннамның көрінісі екен ол қайдан келді жаңа кім сәби дұрыс айтып отыр Михаил Долгополовтар абай неге келген кезде абайдың тұңғыш оқыған кітабы Физули Шамси Сайхалин Абайсаб деп Фердоуси Қожа Хафиз Бұхарында Семедердер Шәрәді Соқыр Бичерстоудың хижина дедушка том екен соның соңына кімнің шәкәрімді аудартқызатты сол ғой Гарри Бичерстоу первая феминистка первая женщина за афроамериканские права екінші кітабы Чарльз Дарвиннің эволюция диалектикасы теориясы ал оқып отырса кәдімгі абай соны шұқшиып анау кім Михаил қайран қалып отыр мынау Степняк қайдан біліп отыр енді тағы бір көрініс бар айтпақшы Мұхтар Әуезовтің осы жері талай рет алынған анау Әбдірахман іздеп келеді ғой семейде сонда анау қып-қызыл жаңағы эполеттері бар суша киінген жаңағы офицер жігіттер унтер-офицерлер осы ма абайдың сиқы шапан тағып жаңағы аяғында мәсі киінген абайдың сиқы осы ма деп содан Әбдірахман ана оңаша қалып кететіні бар ғой әкеміз анахронизмге айналып бара жатыр сол кездің өзінде алтын руына қалады кейінгі толқындардың сабақтастықтың байланысы үзіліп бара жатқандығы міне осы жерде осындай бір моменттер иә сонда анау абай айтады ғой Әбдірахман қайтқан кезде орта жолдан қайтпаған орыс деген кәпірдің арамынан қайтпаған орта жолдан қайтпаған орыс деген кәпірдің арамынан қайтпаған қайдан деген Әбдірахман деген осы сөзді түсіне алмай кетеді неге солай сол осындай дүниелер енді базаралыға қатысты дерек көп емес шынымен де енді ұрпағы болып мінекей нақ мұрагері сіздер болып отырсыздар алдынан қарасаң алқақ артынан қарасаң шалқақ сүйікке сұңғылау ойла дейді апайтөс жаңағы бір кең иықты келген біреу өзі анау абайдың батырдан туардан ғой барымташ деген сөзі сол базаралы қаратылы айтылған сияқты енді анау батырдың заманы өтті енді не істеу керек барымталау керек батырлар бар еліндегі сол ғой енді даңғойлық шығады анау жаңағы барымта туады деген сияқты өзі тентек кімдер жаңағы толықтылық жікшілдік болады ғой екі рудың арасында содан анау кімнің абайдың айтып отырғаны осы менің бір түсінігімде абай әлемі абайдың біз өлеңдерін жаңағы филологияда семантика деген ғылым бар біз сол семантика тұрғысынан зерттей алмай кетеді өйткені абай интертекстуалдықтың жаңағы бастауында тұр неге абай құранды өлеңге айналдырып жіберді абай құранды қазақи әлеміне сіңдіріп алып келді стилизациясын жасады құранның аят мен сүресіне
бір екіншісі жаңағы сәби дұрыс айтты. Сәби қазір бұрын сонда айтылмаған түстірмеген үлкен бір жаңалық. Абайдың сион іздері деген бар. Байронның атақты еврейский мотивы. Оны Абай қайдан біліп отыр? Оны Абай Пушкинден, Абайдың сүйіп оқитын ақыны Михаил Ильич Лермонтов. Әсіресе Вадим мен Мцелиса, әсіресе демоны. Бізге сыншылдық жаңағы социалистік реализм қастапында Абайға келеміз да, сол тар тақиясына шыға алмай қалмайды. Абай кім болып кетеді? Сыншыл реалист болып кетеді. Жаңағы тұрпай социологизм, пролетаршылдық нигилизм, таптық схоластика, тап буржуа өкілі Шоқан, Ыбырай, Абайдың бәрі сол феодализмнің миссионерлері һәм солар болып шығады. Шынып келгенде Абай кім болып тұр? Абай таза космополит болған емес, маргинализмнің бастауында отырған үлкен мәдениеттер тоғысында тұрған рухани диван, ана кімнің Гетенің атақты западно-восточный диван деген шығармасы бар. Абай бізде сол батыс мағриб пен машрықтың екі жақ қимылдың, ол қай екі жақ? Ол батыс пен шығыс. Абай соның синтезі ғой. Абайдың жаңағы қазақ, батыс, шығыс несінен басталатын мағриб пен машрықтың былайша айтқанда делдал тұлғасы, үш имани деген дүние ол Абайдан шығып келген жаңалық емес. Анау атақты Әл-Фарабидің Мерінді қала тұрғындарының трактаты деген сияқты. Бірақ Абай оны ғақлияға айналдырады. Бертінде міне Абайдың 46-шы қара сөзі табылып жатыр. Ол Абайдікі ма, Көкбайдікі ма, Тұрағұлдікі ма, оны айту қиын. Бірақ Кәкітайдың Тұрағұлдар алғаш біз Абайтану ғылым, Абайдың таңдамалы өлеңдер жинағын шығарғанда анау бел баласы Тұрағұл мен Кәкітай ұстаның баласы ғой. Сол екеуі бірлесе өлеңдерін шығарғанда анау Абайдың бір жағынан кездескен жаңағы соның бәрі айтылады ғой. Сол өлеңдерінде біраз өлең еңбек алған. Жаңа конференцияда айтты ғой кім Арап Еспенбетов. Қалай деді? Дүние дос па, дүние бос па? Арап емес алдында. Дүние дос, дүние бос деп жүр. Бос. Махаббатсыз дүние бос. Махаббатсыз дүние бос. Дүние дос. Сөйтсек оның несі дүние дос. Дос емес екен, бос екен. Деген сияқты осындай бір элементтер бар, контекстен алынған. Бос бұрынғы емес ол трансформация. Біз Абайды дұрыс интерпретациялап жатқан жоқпыз. Неге? Өйткені анау Абай әрі романтик ақын, әрі романтизмнің ең соңғы өкілдері, алғашқы өкілдері Лермонтовтың несіменен, буымен сол Мцели Вадим секілді шығарма жазбақ болған. Оны бірақ ана шығыстың несіменен қиса дастан дейміз, жаңағы Назира Голик жүрілгісіне шыға алмайды дағы Назирасымен қалып қояды. Ал бірақ оның Евгений Онегин сияқты бір проектісі болған. Ақыры сол жобаны кім іске асырады? Сұлтанмахмұт Торайғыров. Торайғыровтың жаңағы өлеңмен жазылған Қамар сұлумен кім жазылдысы? Абайдан туындап жатқан былайша айтқанда баспалдақтар ғой, несілер. Сондықтан сөзімізді түйіндегенде Абай танудағы айтылатын дүниелер әлі де алда. Нүкте қойылмайды, қойылу мүмкін емес. Біз Абайдың, меніңше, біз Абайдың бірақ қана пайызын түсініп келе жатырмыз. Бірақ қана. Анау 99 біз үшін әлі жұмбақ. Өзі де айтады ғой, соқтықпасы жерде өскен, мен бір жұмбағын оңды ойла. Деген сөзінде, адами, мадани, хайуани, ыстық қайраттың, иманигүлдің, жуан мәрттіліктің, хауастың идеясының бәрі шынып қалғанда Тұрсын айтқан, Тұрсын Жұртбай ағамыз айтқан, жүректің 160 эпитетінде жатыр. Біз білетін. Бірақ қана жүрек жылу дейміз ғой. Ол қайдан келген? Ол сол анау соқылық дүниетаным дейміз ба? Одан қалды, одан анау батыс Европадағы басқа да дүниелер бар. Сенің атақталып қойын деп отыр. Бастабай, Абайтанушы, бастабайтанушы Сәбит Жәнбек деп айтсам, ол сенен атақталып қойын. Иә. Базарал мен түйіндесең енді, Айеке. Базекенмен айтып отырмын ғой. Материаларды өте Ақша дейсің ба? абайтанушыларда базаралы аталмайды. Мекемтасының өзі ол тақырыпқа көп бармаған. Енді Абай тарихы, Абайтану тарихы, Абай әлемі, Абай және шығыс. Мекемтасының объектісі бөлек қой. Бөлек қойында. Шығыс қой. Сол енді ең номер бірінші абайтанушы сол кісіміз ғой енді. Ал енді
база бұл жерде анау кім Иә. Тұрсын Жүсіпбаев Мгм. көркем шығарма мен тарихи шындықтың естігінде абай жолы романының ішіндегі тарихи ақиқат кім мысалы ана қиясбай деген нөмірде болмаған Мгм. сосын дәрмен деген болмаған деген сияқты әңгімелер ғой тағы да көп қой анау өзің абайдың анау кім камила ма еді анау өлетін бала Иә. сол абайдан үлкен ал өзі абай жоқ ана кімдерге бөжейлерге берген кезде сондай көп нәрселер бар соның ішінде ана базекең туралы да көп нелер бар екен тағы бір ескертетін нәрсе тұрсын кітаптың 4 нұсқасы бар. 4 нұсқасы бар. Сол 4 нұсқаның біреуін ғана оқып келе жатырмыз ғой күнге таптау дүние. Қамқа мен Қодардың өлімінен бастап Қамқа мен Қодар қайда, Құнанбай қажы қайда. Өскен бойының тұсында болған Ақтабан Шұбырдың заманында жағызығы жоқ Құнанбайға жаздыра саламыз Қамқа мен Қодардың өлімі. Бауырсақ руынан шыққан атақты төсек жаңғыртқан жаңағы келіні мен қайынатасының арасындағы. абай жоқ Абайда жоқ, Құнанбайда жоқ. болмаған ол Қалай жазғызып Құнанбайды алдыра салады? Не үшін? Әкесіне қарсы қойып қою үшін. Міне содан басталады да міне Абайды жаңағы байшыл, рушыл, алашшыл, феодалшыл, кертартпа деген дүниелерден кейін арылу үшін әуелі сол мәселеге баруға тура келді. Айтпақшы, Абай жолы романның аудармасын сол бөліп жасамаған. Кімнің жаңағы любовницасы Мұхаңның атақты Ленинградтан келген, Сталин лагерінде отырып келген атақты Серебрякова. Нет, нет. Серебрякова емес. Ол кімдікі? Юлия Жадовская да емес. Сакенко. Кім еді? Никольская ал жерде отырып келген. Содан ана Мұхан әдейі штаб квартирасын жасап Никольскийні. Бірақ та о 4 аудармашы келген. Темірғали Нұртазин, кім Леонид Соболев аудар. Бірақ анау политически неблагонадежный элемент болғаннан кейін Никольскийдің аты аталмайды да ана жерде Соболевтің жазылған. Соболев соңыра сокрушительном 20-м съезде сөйлейді ғой, анау оттепель басылы, Хрущевтің жылы басылы. Я не переводил деді. Я вообще не знаю. У них у казахов давно коммунизм. Бөжейдің асында дайым сколько лошадей, реки крови. Им вообще, говорит, наш вот этот троцкизм, ленинизм, вообще, они живут уже при коммунизме, казахи. Зачем? Что за... Мы пришли сюда со своими красными ребятами, большевиктерді айтып отыр. Олардың диалектикасын бұздық. Олардың коммунизм баяғыда өтті. Біз феодализм қалып қойды тек келе жатырмыз да. Олар бұл. Далазан дейсіз ғой. Анау солай басталды ғой. Біздің лерлеріміздің бәрі солды. Қоңырат деген ілде деп тойсына жұмыртқалаған жаңағы үлкен кеңшілік заманы, анау жаңағы Арсанғайдың іздегені жүрегі деген сияқты. Бүкіл дүние солай басталады. Сондықтан анау Абай стихия, субстанциялық стихиясы солай болып тұрады да. Сосын ана несін бұрап айту не қиын. Содан хакім Абай деп жаңағы кім Мағжан айтатын ғой, иә, хакім ата тыныш қадірін арта деген сөз содан шығып отыр ғой енді. Деген дүние содан шығып отқан дүние деп ойлаймын. Сондықтан да Никольскийдің аудармасында Абай тобыктинец деген дүние емес, тобықты Абай деген анау бір несі. Сонан Соболевке жаздырады, солар мысалы шына жерде реали сөздерді қарта аударған Соболев. Қуырдақты кабардақ деп аударады. Ералашты аралаш деп аударады деген сияқты. Алты бақанды алты быкан, алты букан деп жаңағы бұрмалап кеткен сөздер бар ана жерде. Реали сөздер, реали сөздер. Енді кім істесе қомыс деген сияқты сөздер ана жерде. Татья аударып соны анау орыс аудиториясы осы да жарай салады деп бере салған ғой. Негізі ол кімнің Мұхаңның көңілінен шықпаған аударма болған. Содан Никольский аударып соны ақыры Ленин сыйлығын алып отқан Никольский емес, анау жаңағы Соболев. Кедриннің. Сондықтан ол мәселе көп. Және кешірім сұраймын, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы ол номер 1 роман емес. Иә, білем. Анау атақты Рамазан Тоқтаровтың атақты жұмбақ жан ғой, иә? Абайдың жұмбағы. Атақты Хамса не деген сөз? Хамса деген 5 кітаптан дүние. Ол жерде біздің Тоқаң не істейді? Абайды Шоқанмен кездестіріп жібереді. Кәдімгі Шоқан, бала Шоқан Абайға батасын беріп отырады, жаңағы Ермек ағам секілді. Сонда екеуін кездесу мүмкін емес қой. Бірақ оны анау не тұрғысында жаңағы не деп атаймыз оны әдебиетте, фантастика емес, жаңағы көркемдік тәсіл ғой. Вымысел. Художественный. Иә, солай екеуін шығармашылық қиял. Творческая фантазия. Шығармашылық қиял. Солай енді ол Абайдың жұмбағында сол айтылады, сосын барып
жаңа ертіс мұхитқа құяды деген дүниесінде де осы хамсаның іздері бар. Ертістің 3 түрі бар деді ғой, қара ертіс, жаңағы қияс ертіс. Сосын қай ертіс дедік жаңағы 3 атауы бар оның тарихи. Қыран ертіс. Қара ертіс, қияс ертіс дейді. Сол анау Рамазанның кітабында осы 3 ертіске де сипаттама беріліп кетеді. Неге оның бастауы неде деген дүние. Тағы сол субстанциялық Абайдың жаңағы стихиясымен байланысты болып тұр. Сондықтан киелі Семей топырағы ол сол Абайға таршылық етеді негізі. Қысқасы Абай Байрон, Гёте, Пушкин, Лермонтовтың деңгейлерінен де асып тұрған шындап келгенде. Мәселен жазған көлем 2 томдық дүниесі ғой ол. Ана жазған 180 өлеңімен 45 қара сөзін түсіндік па біз? Кітаби тастиғын аша алдық па? Сократ хакімнің сөзін 38 қара сөз түсініп келген жоқ. Біз дұрыс оны айтып отқан жоқпыз 38 қара сөз. Ол қалай, неге сол? Неге сол 38-ші әлі бізге жұмбақ болып қалды кітаби тастиғы? Әлі де болашақтың еншісінде. Сондықтан да мынау даурықпа дақпырт жаңағы 180 болсын, 160 болсын, 150 болсын айтылып жатыр ғой, бірақ біз Тұрсынхан Шапайша, Тұрсын Жұртбайша өңіліп жүрген жоқпыз. Ат үсті бір судың бетінде көбі ғой сол. Күршік көпі деген. Күршегіміз ғой бәрі қайтты, анау оны мен